Қарулы күштердің биологиялық қорғау бөлімшесі төтенше жағдайды қамтамасыз етуге белсенді қатысуда. Еліміз осынау қиын кезеңді бастан кешіп жатқанда әскери қызметкерлер қалыс қалмады. Мемлекет басшысы оларға азаматтарымыздың денсаулығын және олардың заңды құқықтарын сақталуын қамтамасыз ету міндетін қойды. Коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу үшін қарулы күштер арнайы жабдықтар мен техниканы қолдана отырып, аумақтар мен объектілерді дезинфекциялады. 100 адам задействовано осы немеге дезинфекциялау жұмыстарына. Бірақ та енді біздің енді бар қолымыздан келген шамамыз келгенше жасап жатырмыз. Магазиндердің алды, каждый үйдің подъездерінің ішін бәрін дезинфекция жасап жүрміз. Енді оған бәрі техника кіре алмайды. Бұл бір күштер көшені ауқымды дезинфекциялай алмайды. Ол тек қана көлік жүре алмайтын жерлерге арналған. Әкімшілік пен қарулы күштердің ынтымақтастығының арқасында бүгін қаланы залалсыздандыруға арнайы көше жуатын спецтехника шықты. Ол коронавирус үшін қауіпті 7 тонна гипохлорид ерітіндісін сыйдырады және ерітіндіні үлкен радиусқа шашады. Көшелерді гипохлорид ерітіндісімен жуғаннан кейін ауа тазарып, тыныс алу жеңілдеп қалғандай болды. Бірақ өкінішке орай, қаламызда дезинфекциялау процесін бейнетаспаға түсіріп, желіге салып, жағымсыз комментарий жазатын адамдар да кездеседі. Осы 1-2 күнде, 3 күнде уақыт болды. Осы Аягөз қаласында таңертең сағат 8 кезінде машинаға отырып, жұмысқа кетіп бара жатқанымда, әр уақытта мына вокзал маңайынан, автовокзал маңайынан, қоғамдық жерлерден әскери азаматтарды көремін. Әскери азаматтардың алдында мен бас игім келеді. Осы азаматтардың азаматтылығын, нағыз алаштың атқамінер азаматтар екенін танытты. Ешқандай уақытпен санаспай, ешқандай олардың да адам баласы болсын, ағзаларына шашып жатқан, дезинфекция жатқан қышқылдар тиіп, олардың ағзаларына да әсер етеді ғой. Бірақ соған қарамай, жан-жақты үлкен жұмыс жасап жатыр. Дезинфекциялау жұмыстары тоқтамайды. Аягөздің әр көшесі назарда. Біз халықты жүзеге асып жатқан жұмыстарға түсіністікпен қарауға шақырамыз. Әскер әрқашан халықтың мүддесі, азаматтар мен мемлекеттің қауіпсіздігі үшін әрекет етеді. Соны ұмытпайық ағайын. Біз барлық қиындықтарды тек бірге болсақ жеңеміз. Біз біргеміз. Жанар Жахат, Нұрсұлу Әлібекова, Аягөз.